Алла разы болсын. Негізгі айтатын тақырыбымыз әйел өзі негізі жалғыздықты сүйеді. Сол әйелдің жалғыздығын басатын бір нәрсе бар. Еркекке Құдай қосқан жары сен маған керексің деген кезде, сен маған қажетсің деп, әйел өзінің қажет екенін, осы өмірде орны барын білетұғын болса, әйелдің арманы орындалады. Әйелдің арманы қажеттілігін сезінсе, өмірде орны бар екенсің. И не только әйел, еркекте сенің де орның бар екенін сезінсең, еркек адам, балаң сенімен ақылдасса, үлкені сенің деп ақыл сұраса, қандай орның болады? Тура сол сияқты әйел затына қажеттілікті, қорғаның бар екенін, сүйеушінің бар екенін білу әйелге үлкен демеу береді. Екінші, әйелдердің жақсы көрген нәрсесі мақтау. Мақтауды бәрі жақсы көреді, соның ішінде әйел ерекше жақсы көреді. Мақтағанда киімін, сұлулығын, жақсы тамағын мақтап үйреніңіздер. Кафенікінде мақтайсың ғой, ақша төлеп тұрып мақтайсың. Ал бесплатно береді, бесплатно бір ауыз алғыс айту деген қасиет еркекке жұқпай барады. Айт бір ауыз, тамағыңа рахмет де. Үшінші, тамағын бағалай біл. Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам Айшаның тамақ пісірген кезінде басқа әйелдер тамақ пісіргенде дәріптеген. Біреудікі мақтамаған, үйдікі мақтаған. Одан кейін үйдің тазалығын мақта. Қателігін көрсе бетіне баспа. Достап түсіндіріп айт. Бұл маңызды нәрсе. Келесі, әйелдің төркінін құрметтеу керек. Осыған ерекше тоқталғым келіп тұр. Мына әйелдің төркініне тіл тигізетін де бар. Тек қана мен еркегі жағы болады да, әйелдер жағы араласылмайды. Әйелдің шешесіне, жаңағы енесіне мама десе бір түрлі жаңағы подкаблучник сияқты ей деп сөйлейтіндеріңіз. Ертең сенің қызың байға тиіп, сол күйеу балаң келіп тұрып, ей десінші саған, өкпің жарылып кетсін тұрған жерінде. Сондықтан Расулаллах алейхиссалату вассалам қасындағы досы болған, өзінен 2 жас айырмашылығы болған, Абу Бәкір қайнатасы болған өзінің. Сол Абу Бәкір қайнатасы болғанда Абу Бәкірге деген құрметі, Абу Бәкірге деген ізеті ерекше болған. Осыны түсініңіздер, діндарлар. Тек қана менің қатыным ғана шешеді, мен өзім білем деген ондай нәрсе жоқ сенің. Ол біріншіден. Екіншіден, біз зайырлы мемлекетте өмір сүреміз. Біз исламский мемлекетте емес. Сондықтан әйелдің төркінін құрметтей біліңіздер. Құрметтеп сен оған ақша бер деп атқан жоқ қой, асыра деп атқан жоқ. Өзі ақыл есіз дұрыс семья қыздан алмайды ешқашан. Қызға береді артығымен. Бірақ сол қызды жылатпау үшін беру керек. Соның құрметтеген үшін, бағалаған үшін береді. Сондықтан соны бағалай біліңіздер. Төркіндеріне сіз деп сөйлеңіздер. Осы жерде екінші жағы бар осың. Күйеу бала деп, күйеу бала бата бермейді бізде. Күйеу бала деген қалған біреу деген сияқты мәселеден доғаруымыз керек. Біз өсетін елміз. Нағашылар жағына Құран оқығанда, міндетті түрде Құран оқымына дұға бағыштағанда әйел тарапыңыздың бағыштауды үйреніңіздер. Алла тағала раза болатын нәрсенің біреуі осы. Неге? Өйткені әйел адамды сол қорған болуды, әйел адамға сол бақытты екен сезіндіре білу, бұл еркек адамға үлкен маңызды дүниенің біреу. Әйелді риза қылу деген тек қана бізде етекпен төсекке апарып байлап қойған дурактар бар. Етекпен төсектің төңірегінде солмен ұстап қаласың, түніне бәленбай рет болсаң ұстап қаласың, семьяң бәленбай болып қалады. Сол әйелді сол бір нәрсеге айландыра берген. Не ақымақтық, сенің қызыңа солай істеп жатса, сонда қызың не, жезөкше ме не? Әйелдеріне тек қана сол нәпсіге беріліп, сол күйеу сондай болған үшін семьяны бұзып жатыр деген не ақымақ сөз осы? Күйеуіңді бүйтесің, әйелді бүйтсең бүйтесің, сонымен ұстайсың деген. Не тупойлық сөз, не хайуансың ба сен? Сондықтан бұл нәрселерден алыс болыңыздар. Алла тағала салихалы сана берсін. Орны болсын. Алла тағала өмірлеріңізге береке берсін. Алла қолдасын, қорғасын, жанұяларыңыз бекем болсын. Барында қадірлеңіздер. Алла тағала барында бағаласаң, жоқтың да біледі. Рамадан деген сөзге тоқталғым келіп отыр. Рамадан бізде 5 әріптен тұрады. Біріншісі рахматулилля, Алланың рахматы мин Алла, рахмат Алладан, мағфиратулилля, Алладан кешірім бар. Одан кейін бар д әрпі бар, Рамадан дегені. Ол дамаму мин Алла, жәннетке кепілдік болады ораза айында. Одан кейінгі бар әріп тұрады, Рамадан дегенде әріпі бар. Әріпі о жерде әмәну минәннәр, тозақтан аман болады. Және ең соңғысы нун, Рамадан дегендегі н әріпі бар. Сол н әріпі нұру мин Алла, оразаның нұрымен нұрланасыздар.
Alloh taolo barchalariңizga rozi bo'lsin, ömürleriniz bereketli olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.